Сәлеметсіз бе көрермен? Қан қысымының жоғарылауына қарсы рецепт білесіз бе? Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Гипертониямен ауыратындардың барлығына қолдануға болатын кері әсері жоқ халық емі бұл күнбағыс дәні. Күнбағыс дәні қан тамырларын кеңейтетін және қанның микроциркуляциясын жақсартатын никотин қышқылына бай. Бірақ тұрақты емдік әсер ету үшін оны үнемі қабылдап жүру қажет. Табаға 500 мл банкаға толтыра салынған, жуылған, тазартылмаған, өңдеуден өтпеген күнбағыс дәнін қабығымен қоса қосыңыз. 2 литр сұйық су құйып, 2 сағат баяу отта қайнатыңыз. Салқындағаннан кейін сүзіп алыңыз. Күні бойы ұрттай жүріп толық таусу керек. Сусын өте тез әрекет етеді және тұрақты әсер береді. Күніне 2 литр іше алмайтындар үшін аз порцияларды қабылдаған дұрыс. Мысалы, 1 стакан дәнге 1 литр су құйыңыз. Бүгінгі видеом осындай. Денсаулығыңыз байлығыңызды бағалаңыз. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.